Негізі өзімде уже артынан бандит болып кеттік. Ауыл бәрі тыныш, дискотекада бәрі тыныш, вечер тыныш өтеді, бәрі жақсы да. Көп созылмаушы едім, или біреуді өлтіруші болушы едім, или мені өлтіріп кетуші еді, ол бітті, сол ары қарай тупик. И соны тыңдадық қой, бәріндеріне исламға түсу керек деп уже уағызда жүрмін ғой. Кетіп қалушы едім, мына түрмен точно Сирияға. Мына Иса келеді, Иса біздің құтқарушы, күнәмізді алып кеттім. Мен өмір бақи іздеп жүрген осы екен ғой. Аспандағы жарық күн қызарып барып батпай ма? Тіршіліктің дәм тұзын Құдай мен адам татпай ма? Қанағат тоқтам әрқашан, абырой саған әперер, тіршілікте мәңгілік, тек сені Құдай мәпелер. Армысыз ардақта ағайын, отбасыңызға амандық пен тыныштық тілей отырып, сенім және өмір бағдарламасының бүгінгі санын тамашалауға шақырамын. Бүгінгі студиямыздың қонағы Талғат бауырымыз. Талғат бауырым, студиямызға қош келдің. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Сол мен кішкене өзімді таныстырып, куәлігімді айтайын. Мен негізінде атым Талғат болады. 51-ге келіп қалдық. Сол бала кезі өмірім негізінде кішкене айтайын. Негізінде әке шешем негізі жақсы тәрбие берген, әкем де жұмыс жағынан да, бәр жағынан да жақсы тәрбие берген. Арақ ішу жағынан, темекі жолатпау жағынан, о жағынан ризамын сондай болғанына. Біз сол кез атеизм кезімізде өстік қой, ол кезде танымаймыз Құдайды. Бірақ та Құдай әрқашан сол кезде видать сұрақ неме жүректі оятқан сияқты да, әрқашан түнде ойланасың, қалай, қайда кетем, ертең өлем, сонымен жоғыл кетем деп қатты қиналатын да бала кезде. Содан бірақ та ол кезде ешкім айтпайды ғой, Құдай бар, жұмақ бар деген сияқты. Құдайды білмейсің ол кезде, сондай қатты қиналатын. Бірақ та Құдай ойлап отырмын, сол қатты қиналған арқылы, сол 4-ші класс біткеннен кейін 5-ші класста сол бір қазақ ауылдар көшіп кеттік те. Сол қазақ ауылға көшкеннен кейін, ол жерде орыс школға түскеннен кейін, балалардың кішкене ойлармен кеспегеннен кейін кішкене содан жалғыз болып қалдым да, одиночество болып қалды да сол кезде. Өз ауылымда тұрғанда онда достар, бәрі однокласс бірге ғой жүретінбіз. Онда болғанда жалғыз болып қалдым да. Күндені төбелес жауылып кетеді төбелес жағынан. И сол кезде қатты сол 5-6 класстар ғой, қатты қиналып қалдым да, интернатта тұрып, күндені төбелес бола береді. Балалар өзіне үлкендерді алып келеді. Ровесниктарды әкелсе бір жөн ғой. И сондай қатты қиналғаннан сол кезден бастап мен негізінде уже сонда жалғыз алып қалған кезде мен сондай сол жүректе сол Құдай ізденіс басталды. Сонда мен түсіндім, что Құдай бар екен. Что-то сина бастадым да, вот сонда Құдай мен синуды үйретті да. И сонда мен сиындым да. И сонда Құдайға сұрақ қоя беремін, неге осындай қиыншылықтар болып жатыр деп. Түсінбеймін да, неге сондай бітпейтін деп. Ауылға келгеннен кейін сол өмір болғанда Құдайды әрқашан ойлайтынмын, енді Құдайға келу керек. Ана что уже ақыр кезде Құдай көп сыйнас, кей кезде анда-мында көмектесіп жүреді, көресің де, сонда сүйіспеншілік пайда бастады да Құдайда. Құдай жақсы көре бастадым да. Что сонда кейбір кезде Құдай естіп көмектескеніне мен түсіндім, что Құдайды сондай сүйіспеншілік болғаннан кейін мен уже жүрегімде сонда ой пайда бастады. Маған Құдай жолына түсу керек, тоқтау керек. Бір күн бірақ та телевизорда көрген кезде, Меккені көріп жатқанда түсіндім мен, что мына адам жұмаққа түсу деген өте қиын екен. Сол кезде мен түсіндім. Не деген ол қиын деп. Соны тыңдап отырмын, уағыздарын бәрін. Сонда ойладым, мен маған түссем, ол Меккеге да бару керек, ертең сол мешіттер салу керек маған, көп жақсылық жасау керек, чтобы жұмаққа түсу үшін. Сонда ой болды да, соға тырмыса бастадым да. Бірақ та бір нәрсе ғой, бір нәрсе ұстап тұратын да. Бұл өмірдің көбінесе материальный жағдай қиын болып кетті де 90 жылы. Көбінесе сол жібермеді де. Негізді өзімде артынан бандит болып кеттік. Бандит қалай болып кетті сол ауылда, сол қайтадан әділдік нәрсе болмағаннан кейін, содан әділетсіздік нәрсе болмағаннан кейін қатты сол балалармен көп төбелесіп, неге жақынды ренжітесің деген сияқты, сол үшін көп үшін заступаться етіп төбелесіп, ақырында уже спортпен займасып еткеннен кейін уже күш көп қой, күш көп жетеді уже төбелесуге де ешкім төбелескісі келмейді уже, түсінікті уже. Содан бастап ауылда порядок жасап, содан бастап
ауыл бәрі тыныш, дискотекада бәрі тыныш, вечер тыныш өтеді, бәрі жақсы да. Сондай қылған ғой, ну как типа судья сияқты отырсың, бәрі келеді, анау келеді, мынау келеді, шешіп отырсың да, сондай нәрселер. Жаңа жылдан кейін что-то жағдай қиын болды да, что-то ауырып қалдым, ауырғанда дем алмай қалдым да. Ау жетпей қалды. Но бірақ та ол ауру болғанда бұрыннан бері болды. Мен өзім күйгелек болатым да, ашуланып берем, бауырларыма да, ана бірдеңке дұрыс болмаса, бірдеңке дұрыс қойылмаса да, сондай да. И сондай қатты ашуланып, біреуге қатты ашуланып кетсем, кішкене дем алмай қалам да. Типа ана нервный астма сияқты болған екен ғой, оказывается, сол кезде басталған ғой ақырындап. И мына уже ол 90 жыл, ол кезде тем более стресстер көп, жан-жақты бандиттер көп, көрінген жерде разборкадар жерде, бәр жерде постоянно ойлап тұру керек. Ананды ойлайсың, басқа нәрсені ойлайсың, сондай қиын жағдайлар ғой сол кезде. Агрессия сол. И сол видать, ана бұрыннан келе сол келе жатқан жаңа астма қатты көтеріп кетті де сол момент. И мен вообще дем алмай өліп қала жаздадым да. Мен ана бақсыларға да апарды. Онда кішкене уже жақсы болады, қайтадан басталады. Потом мен айттым, мен мешітке барайықшы, ана имам сиынсын мен үшін. Имамға барса, ол имам менен қаша бастады да, сенбейді, сиынбай мейған. Мен айттым, сен Алла тағаланың алдында ертең есеп бересің. Мен үшін дұға жасамаған үшін сен Құдай алдында есеп бересің ертең. Содан кетіп қалдым. Бірақ та кетпейді де, уже күндігінде сол күндігінде демалу қиында, ауа жетіспейді. Сонда бір әйел айтты да маған, саған негізі Құдай жолына түсу керек. И сол кезде мен ойланып қалдым. И ана досым үйде жатқан, тоже этажный үйде тұрады, 9-шы этажда. Сол кезде жатқан кезде мен ойлай бастадым. Мен түсу деген оңай емес, түсінікті. Бірақ соны қатты ойлап жаттым. 2-3 күн жаттым да, соны ойлап. 3-ші күні уже түнде сағат 3-4-те ме шешім келдім, бітті, все, тастадым мен бәрін. Таңертең тұрдым, айттым, достар, мені Ұржарға жіберіңдер. Мен кеттім, пойызға салып жіберіңдер. Аягөзге жетем, арғы үйге жетем. Мен бәрін тастадым. Все, мен кеттім, намаз оқимын, Құдай жолына кеттім деп. Сонымен достар көріп отыр, түк істей алмады, олар да маған көмектесейін деді. Не істейді? Больницаға да апарды, анда да апарды, түк те көмектесе алмайды да. Сонымен үйге салып жіберді мені. Үйге салып жүрген, үйге келдік. Онда да достар балаларға айттым, давайте достар, болды, все, бітті, мен тоқталдым. Содан намазды бастадым, все, сағат, как положено, 5-те тұрасыз, 5 уақыт намаз. Содан бастадым намазды, исламды құрметтеп, сондай қатты жақсы көріп Құдайды. Бұрыннан бері Құдайға сүйіспеншілік болған, сол үшін мен өте кішкене ревностный болдым да, ревновать етіп ары қарай жүре беруші едім де, тоқтамай. Потому что мен бәрін айтып, бір күн дискотекаға барып, ана ислам өлеңдерін қойып қойған ғой бәрін. Тыңдандар деп, ешкім билемейді, бәрі тыңдап тұрады. Бірдеңке айтайын десе, менен қорқады бір мені. И соны тыңдатып қойып, бәріндеріне исламға түсу керек деп, уже уағызы жүргім ғой. Сондай ревностьқа кетіп қалғым ғой. И ары қарай да мүмкін кетіп қалушы едім, мен ойлаймын да, мен өз осылай характермен мүмкін немеге кетіп қалушы едім, мына түрмен точно ана Сирияға. Енді Талғат, осы шындық жол туралы саған біреу айтып түсіндірді ме, или қалай өзің осы Иса жолына бет бұрдың, қалай шындық туралы білдің? Сол мен жаңа айтайын дегенім негізінде, мен жаңа айтып отырмын ғой, мен өзім исламды керемет жақсы көрген адамды, қанша жаңа айттым ғой, дискотекада басқаларды бәрін есін шығаратым да. Бұрында да өзім сондай адам болатын ғой, понятиені үйретіп, дұрыс жүріңдер, ана-мынау деп, мына исламға одан да қатты кетіп қалдым да, уже өте қатты кетіп қалдым да. Содан маған Иса мен келмеуші едім, білмеймін де ол, мен түсіндім, ол орыстар келген шығар деген сияқты да. Бізге, бірақ та Құдай бір екен білем де. Исаны орыстың Құдай деп ойладың, е? Орыстың Құдай деп ойладым, орыстың пайғамбар деп ойладым. Но оны пайғамбар ретінде санадым, бірақ мен көп кітаптарды оқыдым да. Кришнаиттарды, ананың бәрін оқыдым да, уже бәрін зерттеп. Түсіндім, мына Кришна, Буддадар уже что-то философия тип. Басқа болып кеткенде түсіндім, что мына Иса мен Мұхаммед қана мынау осы екі видать пайғамбар мықты сияқты деген сияқты. Но бірақ та маған ислам өзімдікі да болды. Өзім мұсылмандарға. Ол айтады, қайда Құдаймен қарым-қатынас ол бізге алыс. Ол бізбен ол сөйлеспейді деген сияқты. Но мен ойымда ондай жоқ та, жүрегімде сол Құдайды іздеп отырмын ғой, Құдайды. Тірі Құдай, жүрекке тыныштық керек те, қуаныш керек, сөйлесу керек та Құдай. И содан жүректе сондай неме басталды. И Құдаймен сөйлесейін десем, ешқандай жауап жоқ. Намазды оқисың, как будто бір патологқа ғана барғандай болды ғой. Жүрмейді да, күндігінде 5 уақыт жасайсың, неге олай? Одан кейін маған кейбіреулер айтады, ана жаққа бар, мында бар дейді кейбір моллалар. Мен ана бір зираттарға барасың, анда қой соясың, басқалар шақырасың. Оны Исаға қалай келдің? Бір күн бір қазақ жігіт келіп айтады да, мен ойладым, маған барып
может быть ана православный барып сөйлесейін ба деп. Православный барған кезде ол маған не түсіндіреді, молладар дұрыс түсіндіре алмады, олдар тем более түсіндіре алмайтын шығар деп жатқан бұрын қиналып. Сонда бір Руслан деген жігіт келіп маған айтады да, ана жақта бір дом молитвы бар ол жерде. Сол жер сенушілер бар, жүр сөйлесейік деді. Сен сол іздеп жүрсің ғой, как раз Иса туралы білгің келіп тұр, ол кім екен деп. Сол ой келді де, сол туралы білейін деп. Ол кім екен? Что-то мен түсінбей жатырмын, неге? Что-то мына жақта что-то жүрек тыныштық таба алмадым. Енді мен Исаны білейін, ол кім екен деп. Содан кейін барып ана ол жігітпен бардым, сол кезде бірінші мынандай үй қауым ғой, сондай жасаған келгім ғой. Қарасам ұнап қалды маған. Адамдар отыр, ешқандай креш жоқ, түк жоқ, қиналатын сол ғой көбінесе. Уағызды айтты, артынан келіп отырды, мен түсіндіріп айттым, маған осындай сұрақтарым бар. Бірінші бақсылар кім? Екінші Мұхаммед, Иса, Иисус. Осы үшеуі маған айтып берші, маған одан басқа түк те керегі жоқ. Неге вот екі пайғамбар и бақсылар көп. Олар бақсылар түсіндірді, ол шайтан емдейді. Осылай болды түсіндік деген. Енді ары қарай. Содан олар Ибраим пайғамбардан бастады. Измайлдан қалай арабтар тарады, что Құдай мына Ысқаққа, именно еврейдерге өзінің уәдесін берді, Құдайдың сөз шығады деп. Мұса пайғамбар арқылы артынан Иса келеді. Иса біздің құтқарушы, күнәмізді алып кетті, ол ең ақыры сол пайғамбар деп маған бәрін түсіндірді. Бәрін доступно, последовательно бәрін түсіндіргенде мен түсіндім, болды. Түсіндім, мына Израиль, еврейдер сол Құдайдың халқы, что Иса ақыры пайғамбар болды, все. Содан мен Исаны қабылдадым. Соны қабылдағаннан ба, Исаны қабылдаған кезде мына жүрекке сондай қуаныш келді де, керемет келді де, сондай көзден жас ағып, машинамен одан мен кетіп бара жатырмын да, одан мен отырып, одар кісілер таратқан ғой, сол кезде жауын жауып жатыр ғой, и музыка қосып қойған, мен отырмын, мен жүрек көзімнен жас ағып жатыр, тоқтамай, сондай сүйіспеншілік, сондай қуаныш келген ғой. Мен сонда ойладым, мен өмір бақыт іздеп жүрсем осы екен ғой, мен бақыт іздеп жүрмін ғой өмірде. Оказывается, мне бақыт қайда екен? Мен жаным соны іздеп жүр екен. Вот, сол кезде мен түсіндім, мен жаным соны іздеп жүр, мен что-то басқа нәрсе іздеп жүрмін екен. Ең бақыт осы екен ғой деп. Сондай қатты қуаныш болды да. Содан кеттім, содан кеткеннен кейін содарға жиналысқа бара бастадым. Содан Иса арқылы түсіндім қандай өзгеріс басталды. Ең басты қарым-қатынас және іздеп жүрген. Исламда да жүрдім, қанша Құдаймен қарым-қатынас іздегеннен кейін, тапқаннан кейін түсіндім, өзгеріс те басталды. Құдай же көмектесе бастады да характерімді өзгертуге. Маған ең проблема сол характер болып отыр ғой. Сол үшін мен қатты ауырып қалдым ғой, сол неврозный астма басталды да. Содан Иса келгеннен кейін сол ең басты проблема сол ғой, біздің бұл өмірдің күнәсі, бұл өмірдің сол ауруыңнан енді ол ауру кетіп қалды, сауықтым ғой, енді ол жүрекке тыныштық келгеннен кейін сол керек екен де. Оказывается, ол кезде сен Құдайсыз өмір сүріп жүрсің, Құдайсыз. Содан бәрі проблема ғой. Содан мида да, жүректе де кейбіреулер асылып қалып жатқан жағдай болып жатыр. Кей кезде олар түсінбейсің, бірақ та енді түсінікті ғой, что бәрі Құдайсыз өмір сүру деген қиын да. Оказывается, Құдай ол источник, Құдайдың бұлақ қой жүрекке, су ғой, тірі су. Бірақ та сол Иса арқылы соны тауып отырмын ғой, сол тірі суды.